Мамыр айы Ақордада шыққан ауыз түйіспен басталып жатыр. Мереке қарсаңында бұл үлкен жаңалық болып отыр. Президент әкімшілігінде қандай өзгеріс? Үкімет басшысы Олжас Бектеновтың орынбасары болған Роман Скляр қызметінен кетіп, орнына Қызылордада басқарған Нұрлыбек Нәлібаев келді. Бұл ауыз түйістің қандай мәні бар? Президент әкімшілігіне келген Роман Скляр кім? Ақпарды айтып берем. Құрметті көрермен, арнаға жазылып кетіңіздер, лайк басып қолдап отырыңыздар. Мамыр айында үкімет кабинетінде ел күтпеген ауыз түйістер болып жатыр. Негізгі қаулы президент әкімшілігінен шығатындықтан, сондағы таратылған ақпараттарға сүйене отырып сіздерге жеткізейін. Туған күні қарсаңында үкімет басшысының орынбасары болып жұмыс атқарған Роман Скляр жаңа қызметке тағайындалды. Бұл оның қызметтік мансабындағы ең жоғарғы лауазым десек те болады. Роман Скляр президент әкімшілігінің жаңа басшысы болып тағайындалды. Айтпақшы, ертең 8 мамыр Роман Скляр 55 жасқа толады екен. Еңбек жолын сонау 1989 жылы Екібастұзда қарапайым дәнекерлеуші болып бастаған көрінеді. Ол Павлодардың тумасы, негізгі білім алған мамандығы құрылысшы. Кейін Мәскеуде экономист мамандығын оқиды, сосын қосымша заңгер мамандығын да игерген. Былай қарап тұрсаң, заманның талабына сай мамандығын да ауыстырып отырған. Еңбек жолына келетін болсақ, жоғарыдағы айтқандай қарапайым жұмысшы болып бастайды. 2000 жылдардың басында Павлодар облысында қызмет етеді. Негізгі мемлекеттік жұмысы 2005 жылдан басталған екен. Ол Павлодар облысы әкімдігі аппаратының жетекшісі болады, кейін әкімнің орынбасары, одан кейін мәнсабы өсіп, Астанаға шақыртылды. Бұл жақта да үлкен қызметте болды. Қазақстан темір жолы компаниясының төрағасының орынбасары, кейін транспорт және коммуникация министрінің орынбасары, экономика министрінің де замы болды, кейін инвестициялық және даму вице-министрі қызметінде болды. Соңғы жұмысы ол премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметін атқарды. Ақпанда Қасым-Жомарт Тоқаев оны инвестициялық штабтың тиімді жұмысы үшін жоғары бағалаған болады. Енді ол президент әкімшілігін басқарады. Бұл Роман Васильұлының 40 жылдық еңбек жолындағы ең жоғарғы қызмет шығар. Бұған дейін байқасаңыздар, ол тек орынбасары болып келген екен. Қызметінің қалай атқарғанын халық береді бағасын. Үкімет кабинетіндегі қызметінде бірқатар оқыс оқиғаларда тап болған еді. Су тасқыны кезінде, кейін Екібастұздағы тест жарылғанда, утиль төлемі жайлы сөз болғанда да біраз сынға қалғанын жақсы білесіздер. Шын мәнінде Роман Скляр елдің транспорт саласына жауапты болды. Кейін осыған дейінгі қызметіндегі тәжірибесі көмектесті ме, инвестиция тарту бойынша жақсы нәтижелер көрсетіпті. Осыдан кейін халық Склярдың қазақ тілін үйреніп алғандығын да ерекше мақтап жатыр. Көбінесе орынбасарлар жұмысты атқарады ғой. Сондай сөз бар елімізде. Ендігі Роман Васильұлының қызметіне сәттілік тілейміз. Ал енді бұған дейін президент әкімшілігін басқарған Айбек Дәдебай қандай қызметке барды? Партия төрағасы лауазымына Дәдебай Айбек Арқабаев ұсынылды. Жоғарғы оқу орнында ұстаздықтан бастап, дипломатиялық және мемлекеттік қызметте мол тәжірибе жинап, танымал мемлекет және қоғам қайраткері дәрежесіне көтерілген. Айбек Арқабайұлының тәжірибесімен беделі партиямызды құрып күшейту үшін аса маңызды таңдау деп сенеміз. Ұйымдастыру комитетінің ұйғарымын қолдауға шақырамыз. Оргкомитет партии выдвигает на должность председателя партии Айбек Дәдебай Айбек Арқабаевича. Начав свою трудовую деятельность с преподавания в высшем учебном заведении, он накопил значительный опыт в дипломатической и государственной службе и вырос до уровня известного государственного и общественного деятеля. Мы убеждены, что опыт и авторитет Айбека Арқабаевича имеют ключевое значение для создания и укрепления нашей партии. Просим вашей поддержки и призываем проголосовать за эту кандидатуру. Ставлю на голосование. Прошу вас. Рахмет. Қарсы. Одан кейін үкімет басшысының орынбасары болған Роман Склярдың орнына Қызылордадан Нұрлыбек Нәлібаев шақыртылды. Мәжілістің комитеттің қолдауымен бір ауыздан осындай шешім шығарылған. Жұртбек Мәшбекұлы, Айбек Дауыс, Нұртай Салидикұлы, қадірлі депутаттар, жерге үлкен алғысымды білдіреді. Көрсеткен сенімдеріңізге, алдағы уақытта мемлекет басшысының тапсырмаларын өздеріңізбен бірге, әріптестермен бірге барлық осы кезге дейінгі жинаған сіздер сенім артылған тәжірибемді жұмсап,
соны шешуге жұмыс жасаймыз. Енді барлығымыздың мақсатымыз бір, осы елге жұмыс жасау, халықтың батасын алу, алғысын алу. Сол бағытта енді осы кезге дейінгі жаңа азды-көпті жинаған тәжірибеміздің бәрін жұмсайтын боламыз. Өздеріңізбен әлі талай кеңесіп, ақылдасып отырып, жаңа ұсыныстарыңыз көп, мен барлығын жақсы түсініп отырмын. Ол енді маған үлкен сенім, енді әрқайсыларыңыздың ойларыңызда үлкен сұрақтар бар. Елдің арасында жүресіздер, ел сіздерге көп өтініштерін айтады, барған кездеріңізде ұсыныстарын білдіреді. Соның бәрін нарда енді бір сағат талқылауға болады, шынын айтса. Бірақ маған үлкен сенім артып жатсыздар. Алдағы уақытта өздеріңізбен міндетті түрде соны асықпай ақылдаса отырып, ел үшін бір тиімді шешімдер қабылдаймыз, тиімді жұмыс жасаймыз деп сіздерді сендіргім келді. Рахмет сіздерге. Аманшылық. Рахмет, сәттілік. Сыр өңірінің тұрғындарының талап өтініштеріне де қараған жоқпыз дейді мәжілісмендер. Аз уақытта іскерлігімен көзге түскен Нәлібаев енді күллі ел үшін қызмет етуі тиіс. Үш депутат дауыс беруіміз керек жаңа еді. Біз комитетке қарай. Вице-премьерге ме? Вице-премьер, иә. Қызылорда облысын басқарған, аудан әкімі болды, қала әкімі болған, облыс әкімі. Негізі орталық келетін адам, өңірлер басқарып көрген адам болу керек деп ойлаймыз. Енді біз Қызылорда облысына барғанда өз халықтың жиі айтатын пікір болатын. Сендерге сек қорқамыз, әкімімізді алып кетпеңдерші деп. Алып кеттіңіздер. Әкіммен де осында келіп жатыр. Нұрлыбек Мәшбекұлы, иә. Дәл осындай сол тәсілдерін осы бүкіл республикамызға көрсету керек деген. Қызылордалықтар өздерін жақсы көретін қуаныш. Қызылордалықтардың барлығы айтатын еді, біздің әкімді алып кетпеңіздер деп. Бірақ енді ол тек қана Қызылорданың әкімі, енді бүкіл Қазақстан үшін қызмет ету керек қой, дәл осындай азаматтар. Қызметке лайықты деп санайсыз. Өте. Орнына кім баруы мүмкін? Ойбай, мен пазыгер емеспін, мен білмеймін. Нұрлыбек Мәшбекұлының өзінің қасындағы көп азаматтар тәрбиеледі. Ешқашан тек қана жергілікті кадрларға жаңағы басымдық берген жоқ. Біздің Қызылордада жан-жақтан келген жігіттер, әкім орынбасары, аппарат басшысы, барлығы бүкіл Қазақстаннан жақсы кадрлар жинап алды. Қайсысы болса да мықты кадрлар. Тараздың жігіттері бар, Солтүстік Қазақстан жігіттері бар, басқа жердің жігіттері бар. Мен қазір Көкшетау, Алматының жігіттері бар. Қайсысы болса да жарайды. Қызылорда деген өте жақсы жер, кім болса да жақсы қабылдайды. Мен ойымша Қызылордада жалпы қазақтың қай ағайыны бар, Қызылордада бәрі тұрады. Сол себептен кім болса да сіңісіп кетеді, сыр елі, жыр елі. Нұрлыбек Нәлібаевты президенттің өзі мақтағанын білесіздер. Бұл әрине жеке басына қатысты емес, атқарған жұмысы бойынша, жетістіктері бойынша көзге түсті. Қызылорда облысы тізгінін ұстағанда 3-4 жылда нәтиже көрсетіп, өңірдің тамырына қан жүгіртті. Осы уақытта сыр өңіріне 1,6 триллион теңге инвестиция тартылыпты. 2025 жылы 774 миллиард теңгеде тартылған. Жаңа мектеп, емхана, жол, спорт кешендері, өнер ордаларын да салып берді. Дәл осы Нәлібаев әкім кезінде Қызылорда Жезқазған жолы қолға алынды. Барлығы 3 жылда өңірдегі жолдың 95% жөнделіпті. Әрине Қызылорда әкімі бұл жолдарда өз салған жоқ. Аймақтағы жұмысты дөңгелете алды, мықты менеджер болды десек те болады. Сонымен елдің де, ел басшысының да көзіне түсті. Айта кетейік, көрермен, асыра мақтаудан аулақпыз. Біздің осы Қызылорда өңіріне барғандағы жасаған деректі фильміміз осы арнада тұр. Табаластар, көріп шығыңыздар. Өңір басшысымен сұхбаттасқымыз келген, алайда реті түспеді. Уақыты жетпеді ме, әлде сұхбаттасқысы келмеді ме? Өңірдегі ағайын Нәлібаевтың кеткеніне жабырқап та қалған шығар, алаңдайтын да жөні бар. Өйткені олар басы дардай басталған біраз жобалар аяқсыз қалады ма деген күмән бар. Бізде де осындай сауал бар. Нұрлыбек Мәшбекұлының ендігі қызметінде де қолы ұзын. Сондықтан өзі бастаған жобаларын да естен шығармайды деген үміттеміз. Құрметті көрермен, біз алдағы уақытта жаңа қызметке тағайындалған Нұрлыбек Нәлібаевпен сұхбаттасуға тырысамыз. Назарда ұстаңыздар. Айтпақшы, Нәлібаев келген орында Роман Скляр отырған бұрын. Премьердің орынбасары қызметінде ол журналистерге өте ашық болды. Көп жағдайға салқын қандылық танытып, бақтың кез келген сұрағына жауап беріп отырады. Әрі оқиға орында өз жүреді. Нәлібаев та осы дәстүрді сақтайды деп ойлаймыз. Бүгін отан қорғаушылар күні. Осы күн қарсаңында дәстүр бойынша Ақордада марапаттау рәсімі өтеді. Елдің бірлігі мен тыныштығына түн ұйқысын қиып жүрген отан қорғаушыларды мемлекет басшысы құттықтады. Осы орайда бізде елдің тізгінін ұстап жүрген отбасыларына, еліне қызмет етіп жүрген ер азаматтарды мерекемен құттықтаймыз. Толағай табыс пен береке, бірлік тілейміз. Мереке құтты болсын.